нәрсе осы төлем шыққалы мүлде болған емес. Мүлде болған емес, ондай жүргізген. Автобустарда мүлде ондай жүрген емес. Нұртас шағын ауданының тұрғындары төлем жүйесі іске қосылғалы қоғамдық көліктің қатынауы сиреп кетті дейді. Әдетте 10 минут сайын жүретін маршрут қазір 1,5 сағатта әрең келеді екен. Салдарынан таксилетуге тура келеді дегендер жол күре қалталарын қаққанын жасырмады. Қалаға жету үшін минимум, это я не говорю про максимум, 1000 теңгемен таксимен барамыз. Это считайте, что мы 1000 теңгемен барамыз, 1000 теңгемен келеміз. Плюс у нас еще есть расходы. Сонда мы 2000 теңге только на дорогу тратим в день. Это не считая расходы. 89-ның бастығына біз звондадық. Қайға барсаң ойға бар. Мына кісілердің бәрі подтвердить етеді. Жұмыс күндері жарты күн күткізетін көлік сенбі жексенбіде көлеңкесінде көрсетпейді. Қалаға қатынас тым қиын, әсіресе оқушыларға обал дейді Қараша. Менің тұрғаныма личный осы жерде 10 жыл болды. Сол 20, бұрын мына төлем картасы болғалы, мына 89 мен 20 деген вообще аз жүреді. Шығасың ба? Тиын бере салыңыз дейді. Вообще көшеде қаңғырып жүреді. Балдар деген мына Нұрсатқа жаяу барады. Автобусты күте-күте таксимен шығамыз. Бұл не деген масқара? Ана айдаладағы қайнар бұлақтарға нормальный жаңа автобустар берген ғой, 170-171 деген. Нау тұрған Нұртасқа бере алмайды бір жақсы автобусты. Автобусымыз нашар болып жатыр, адамдар сыймай жатыр, ел көбейіп жатыр. Өзіміз 2 жылда уже қысылып 20-ға автобуспен 89-да кішкене қосып еді, рахаттанып қалдық. Қазір деген 20-ңыз 3 автобуса осы елде. Жаяу жүріп қалды, балдарымыз оқуға барады. 16 жасар қыз 18-де 9-да қайтып 27-мен ана метродан өшерге жаяу келеді. Ол дегенің 3-5 километр. Жауаптылар 20-шы маршрутта жүргізуші жетіспей жатқанын мойындайды. Сондықтан болар автобус жүргізушілерін тұрғындар арасынан іздестіріп көрді. Араларыңызда автобус водитель бар ма? Жоқ. Жауап бере аласыздар ма? 20-да водитель жоқ. 20-ға водитель болса, ол кісі аламын дейді жұмысқа. Мен сіз сәл кешігіп келдіңіз. Бұл сұраққа мен жауап беріп қойдым. Бұл сұраққа мен жауап беріп қойдым. Қандай енді бала? Әкімшілікті сіз кінәлап тұрсыз ғой қазір. Мен бағана түсіндіріп айттым. 20 мен 89 бойынша. Мамандар мұның барлығы уақытша қиындық екенін айтуда. Қалаға жаңадан әкелінген 590 автобустар линияға шыққанда мұндай жағдай орын алмайды деп сендірді. Ол үшін газ құю бекетінің жетіспеушілігі себеп. Қазіргі таңда шаһарда бір ғана метан газын құятын бекет болса, оның екіншісінің құрылысы бірер күнде бітеді дейді қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының өкілі. 440 автобус қалада тұр. Бана сіз қалай келеді деген сұрағыңызға жауап қатысты. Ал енді ол қашан қызмет көрсетеді? Яғни бүгінгі күні Шымкент қаласында метан газымен бана келген автобустар болды, метан газбен жүретін автобустар жанар-жағармайға метан газын пайдаланады. Қалада метан газ құю бекеті, бірақ газ құю бекеті бар. Яғни АГНКС дейміз. Бана газ құю бекеті ол Шымкент қаласында, бірақ оған бана 1 желтоқсаннан бастап айтқан 150 автобус және одан да бөлек бізде тасымалдаушы компаниясының бұрын алған 200 автобусы болатын, соның 100 автобусы сол мана газ құю бекетінен бүгінгі күні газ құйып, сол қызмет көрсетуде. Енді басқа 440 автобус көшеге шығару үшін оларға қосымша тағы да газ құю бекеті керек. Газ құю бекетінің құрылысын іске асыру үшін инвестормен келісімге келіп, соның құрылысы жақын арада аяқталуда. Айта кетейік, жауаптылар тұрғындардың күтуден басқа амалы жоқ екенін жасырмады. Оған дейін бұл аумаққа 10-шы маршруттағы автобусты жүргізуге уәде етті. Ал нұртастықтар болса, мәселе ертелік оңынан шешілмесе, қала әкіміне арыз шағымдарын арқалап баратындарын айтып тарқасты. Нұрлан Пайызов, Володя Соколов, Нұрланбек Саидов, Нарньюз.